Сәлем құрметті білім алушы, менің есімім Лаура, мен сенің білім гидіңмін. Бүгін біз сенімен бірге Studyline платформасына қалай кіріп, сабақтарды қалай көреміз және тестті қалай тапсыратын жөнінде ақпарат білетін боламыз. Ендеше дайын болсаң, бастайық. Саған кураторың сілтеме мен логин парольді жіберген, иә? Сол сілтемеге кіреміз. Ол жерде бізге электронды почта мен парольді енгізу керек. Мына жерден почтаны көшіріп алайық. Мында енгіземіз және парольді жазамыз. Кірдік. Платформаға кіреміз. Платформа бұл жер сенің жеке кабинетің. Яғни сен мұнда өзіңнің жеке кабинетіне өте аласың. Бұл платформада сен өзің жеке индивидуально оқисың. Сенің жалпы өзіңнің жеке дара результаттарың болады. Өз білім деңгейіңді дәл осы жерде анық көре аласың. Жалпы платформа құрылымы 3 бөліктен тұрады. Бірінші бөлімде Назарбаев зияткерлік мектебінің емтиханында кездесетін пәндер тізімі көрсетілген. Онымен қоса мұнда психологиялық қолдау сабақтары бар. Яғни саған емтихан тапсыру барысында қобалжымай, өзіңді сенімді ұстау үшін өте күшті көмегін тигізеді. Және сонымен қатар практикалық тесттер. Яғни Назарбаев зияткерлік мектебінде емтиханның форматы ол тест форматында өтеді. Мұнда платформада 2000 сұрақтан астам практикалық тесттер жинағы бар. Дәл осы арқылы сен өзіңнің біліміңді тағы да шыңдай түсесің. Енді дәл осы жерде бір сабақты ашып көрейік. Мысалы, математика сабағы. Математика сабағына кіреміз. Мұнда бір сабаққа кірейік тағы да. Шеңбер ауданы және ұзындығы деген сабақ. Сабақты қосамыз. Қара, бұл жерде сабақ көрсетілген. Сабаққа кірейік. Қазір сабақты қосайық видеоны. Бүгінгі біз тақырып видео форматта ұсынылады, иә? Бұл жерде сіз мұғалімді тікелей көріп отырасыз. Мұғалім есептің нәтижесін емес, процесін көрсетіп жатыр. Мұндай формат оқу тиімділігінің 3 есеге арттырады. Енді сабақты көріп болғаннан кейін білімімізді тест арқылы сынап көреміз. Міне, бізге тест тапсырма беріледі. Бұл тест тапсырманың 70%-на дейін біз дұрыс жауап беруіміз маңызды. Себебі келесі сабаққа өту үшін біз 70% сұраққа жауап беру керекпіз. Егер де біз 70%-ға жетпесек, онда бізге келесі сабақ ашылмайды. Сондықтан тағы қайталап айтамын, сабақты, одан кейінгі қатемен жұмысын мұқият қарап түсініп шығуыңыз керек. Ол қалай? Мысалы үшін тест тапсырмада сұрақ беріледі. Диаметрі 5 см болатын шеңбердің ұзындығын табыңыз. Пи тең 3,14 деп тұр. Осыған дұрыс жауабын тауып көрейік. Кез келген бір жауапты таңдаймыз. Жауап дұрыс. Келесі сұраққа өтеміз. Дәл осылай тест тапсырма жалғаса береді. Енді осылай тест тапсырманы дұрыс жауап беру арқылы біз 70% жинауымыз қажет. 70% дұрыс жауап жинауымыз қажет. Ал жақсы, тест тапсырып болғаннан кейін, мысалы үшін сабақ барысында сізге бір сұрақ келуі мүмкін. Бірдеңені дұрыс түсінбей қалуыңыз мүмкін, е? Ондай жағдайда не істейміз? Ондай жағдайда да бізде қараңыз. Платформаның екінші бөліміне өтеміз. Қазір екінші бөліміне өтеміз. Екінші бөлімінде біз сабақ оқып отырған ұстазымызға тікелей сұрақ қоя аламыз. Мысал үшін, ол үшін новый разговор дегенді басайық. Мұғалімді таңдаймыз. Бізде математика сабағы, яғни преподаватель по математике. Осы жерге кіріп, өзіміздің түсінбеген сұрағымызды енгіземіз. Мысал үшін, оны скринмен көрсетуге болады. Сұрақты толық жазу маңызды. Олжас ағай, ағай деп сұрақтарыңызды толықтырып жазып өтіңіз. Бұл жерде сұрақты толық қамту маңызды. Себебі ағайыңыз сізді дұрыс түсінбей қалуы мүмкін, е? Сұрақты толық дұрыс алу үшін сұрақтың беретін өзіңіздің түсінбеген жеріңізді барынша нақтылап жазуға тырысыңыз. Ендеше жібереміз. Ары қарай ағайдың жауабын күтеміз. Үшінші бөлімге кірсеңіз, мұнда войти в приложение деп тұр, иә? Сіз App Store немесе Play Market'тен GetCourse деген приложенияны іздеп тауып, дәл соны жүктеп, осы бүкіл көрсеткен платформаны еркін телефонмен приложение арқылы қолдана аласыз. Оны сіз кез келген планшеттен немесе ноутбукпен де қолданып сабақты қарай алуыңызға болады. Мен ойлаймын, бүгінгі ақпарат сізге өте пайдалы болды деген сенімдемін. Біліміңіз шыңдала берсін, курсты міндетті түрде толық өтіп, жоғарғы балл алуыңызға сәттілік тілеймін. Ендеше, сау болыңыз.